Осындай қатпарлы самсаны жасау жолы керек болса, бұл видео сізге арналады. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен қамырымызды дайындау үшін бізге керекті заттар су, тұз, 2 жұмыртқа және де ұн. Ыдысымызға ең алдымен 400 грамм суымызды құямыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық тұзымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыздың бәрін бірден салып тастамаймыз. Оны бөліп саламыз. Тағы да жақсылап араластырып отырып, қамыр илейтін боламыз. Негізі самсаның қамыры қатты болу керек. Егер де жұмсақ болған жағдайда, қамыр илегенде жайылып кетуі мүмкін. Қамырымыз дайын. Енді оны теңдей 3-ке бөліп, қамырымызды жақсылап дөңгелек етіп аламыз. Мен қамырларды таразының көмегімен 3-ке бөліп алдым. Сіздер көз мөлшермен бөлсеңіздер болады. Бөлгеннен кейін қамырымызды дөңгелек етіп аламыз. Дөңгелек етіп алған соң қамырымызды пакетімізге салып, бөлме температурасына қойып, беті жабық күйінде жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымызды жаймас бұрын ең алдымен тарелкаға 4 ас қасық ұнымызды қосып, және де 2 ас қасық кукурузный крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Жарты сағаттай қамырымыз бөлме температурасында тұрды. Енді қамырымызды жақсылап басып аламыз. Сол қамырымызды жаятын боламыз. Бағана қоспамызды себеміз. Ең бірінші сепкеннен кейін жақсылап дөңгелек етіп басып аламыз. Оқтаудың көмегімен бетін тегістеп аламыз. Қамырдың бір шеті жұқа, бір шеті қалың болмауы керек. Мен самсаның қамырын жайып алдым. Үшінші қамырымызды жаймас бұрын біз крахмал майын ертіп аламыз. Маргарин мүлдем жарамайды. Майымызды баяу отта ертіп аламыз. Енді жайып алған қамырымыздың үстіне ертіп алған майымызды құйып, қолмен жағып аламыз. Жаңағы майымызды ертіп алған ыдыстың түбіндегі суын мүлдем қоспаймыз. Жағып болған соң майымыздың толық қатқанын 5 минуттай күтеміз. Бетіндегі май қатты. Енді екінші қамырымызды әкеп төсейміз. Асып кетсе ештеңе қылмайды. Үстіне басып, ауаларын шығарып тастаймыз. Майдың қатқанын күтеміз. Енді үшінші қамырымызды дәл жаңағы рет бойынша сары майымызды құйып, жақсылап тегістеп аламыз. Одан соң майдан қатқанын күтеміз. Жаңағы ертіп алған майымыздың түбіндегі суды мүлдем қоспаңыздар. Майымыз қатты. Енді қамырымызды ораймыз. Бізде осындай слоеный тесто дайын болды. Енді қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоясыздар. Мінекей слоеный тестомыз тоңазытқышта 2 сағаттай тұрды. Енді оны бөліктерге бөліп кесіп дайындаймыз. Бөліктерге бөліп алған соң тарелкаға орналастырып, бетін жауып 1-2 сағатқа қойып аламыз. Негізі бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Енді самсан начинкасын дайындаймыз. Самсан начинкасын дайындамай тұрып, мен пияздың туралы жолын көрсеткім келіп тұр. Пиязды ортасынан бөліп, осылай кішкене бөлшектерге бөліп шұқалап турап шығамыз. Ескеретін жайт, фарш пен пияздың салмағы бірдей болуы қажет. Пиязды турап болған соң фарштың үстіне құйрық май қосып, үстіне пияз қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз, паприка, зира, қарабұштан қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Самсаның начинкасы дайын. Мен самсаның қамырын 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып алдым. Енді қамырын жайып, самсамызды түйе берсек болады. Қамырымыздың ортасына бағанаға қолданған қоспамызды себеміз. Қамырымды алдым. Енді ортасына ұн себемін.
және де оқтаумен бірінші басып аламын. Енді шет-шеттерін басып отырып, қатпарын кетіріп алмай қамырымызды жаямыз. Мінекей, мен қамырымды жайып алдым. Енді жайған қамырымыздан бастап түйеміз. Ортасына начинканы саламыз, үш бұрышты етіп түйеміз. Шет-шеттерін жақсылап түйіп бекітіп аламыз. Мінекей, мен үш бұрышты етіп түйіп алдым. Самса піскенде самса беті қызарттыру үшін ыдысымызға 2 жұмыртқа қосып, оның үстіне кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып, самсаның бетіне жағатын боламыз. Келесі кезек жаңағы түйген самсаларымызды формамызға орналастырып аламыз. Енді осының араларына біреуін қойып шығамыз. Енді самсаның бетіне бағана көрсеткендей 2 жұмыртқа мен сүт екеуін араластырып, бетіне жағатын боламыз. Жақ болған соң бетіне мак сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Енді пештің алдын ала 10 минут бұрын қыздырып қоямыз. 200 градуста 20-25 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, самсамыз пісті. Енді самсаның дауысын естіп көріңіздер. Осымен қатпарлы самсаның жасалу жолын көрсеттім. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.